Сәлем достар, бүгін біз сіздермен шпинатный пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді және тез жасалынады. Кәнекей менімен бірге жасаңыздар. Ең бірінші біз песочный тесто жасаймыз. Ол үшін ұнымыздың үстіне разрыхитель, яғни көпсіткішті қосып, үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып болғаннан кейін үстіне бір жұмыртқамызды салып, тұзымызды салып, үстіне 2 қасық мұздай су құятын боламыз. Осылай араластырып, жақсылап песочный тесто жасаймыз. Мінекей біздің песочный тесто дайын. Тестомызды 15 минутқа қоятамыз. Салмасына шпинатты блендерден өткізіп алдым. Үстіне ірімшік, яғни торымызды саламыз. Теркіден өткен сырымызды саламыз. 2 жұмыртқа. Және де бұл жерде крахмал қолдандым. Кукурузный крахмал немесе картошкадан жасалған крахмалды қолдансаңыздар болады. Содан кейін 2 қасық қаймақ қостым. Тұзымды салып, мен бұл жерде орегано приправасын қолдандым. Иісі әдемі болып тұрады, дәмі керемет болып шығады. Одан кейін мына жерде құрғақ чеснокты қолдандым. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді песочный тестомызды формамызға ыңғайластырып жайып алатын боламыз. Мен осындай формада пісіретін боламын. Песочный тестомызды формаға орналастырып шығамыз. Дайын болған салмамызды осылай песочный тестоның үстіне әдемілеп біркелкі қылып жайып шығамыз. Үстіне мен мына жерде күнжіт септім, әдемі болып шықсын деп, қызып тұрған пешке 200 градуста 20-25 минут пісіретін боламын. Міне достар, шпинатный пирог дайын болды. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ораза кезінде осындай керемет пирогтарды дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Менің каналым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер болады. Ал сіздерге ас болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.